Ағайын шапанына бір жатып ап, көрейік айналаны біз бақылап. Шаршаңқырап отырмын, айналайын түніменен Ташкенге жүз қатынап. Еркек біткен әйел боп баратқасын, қыз дедің ау сен мені бір жапырақ. Гүлбақырам ол үшінші әйелім ғой, менің атым негізі Мырзахмат. Төртінші әйел болғысы кеп жүрді бет, өзіңнің халың қалай, Гүлжапырақ ай. Арзаншылық қаптапты Астананы арқабасы халықтың кеңіп жатыр. Бәйтеректің түбінде документімен үй салатын 10 сотық жер тегін жатыр. Триумф Астанадан әр қазаққа 5 бөлмелі пәтерден беріп жатыр. Біздің халықты әбден жалқау болған сол бір дерттің азабын шегіп жатыр. Таптайын тұрған үйге кіре салмай, қосшымен қоянды да неғып жатыр. Құтты болсын депутат болып сайланғаның. Байқап тұрмын мұрныңның майланғанын. Бір отырған жеріне екі отырған Бердон Қарыптың қасына жайланғаның. Сыздықыба өткенде айтып еді партиядан шамалы пайда алғанын. Бірақ ол барақшаны жеп қоймапты, ұмытып жүр қайда қойып қайда алғанын. Ел айтып жүр екеуіңнің араңда бір көрінбейтін алтын жіп байланғанын. Өткенде қара жорға билепсіңдер, таң қалдырып өшердің бай бағланын. Харламшейік тұрғанда рух беретін қара жорғаларың не ей жандарым. Енді елге қарағым күлкі болмай, жөн болар сол билеуді қойғандарың. Дәлелдеп керегі жоқ Нұр Отанның билеуші партияға айналғанын. Ау, Мұхтардың шыншыл болған сиқ емес пе? Үш арлының біреуі ұйқы емес пе? Қарсылас өтірікті неге айтасың? Сыздықыба биш емес, күйш емес пе? Жандармын, сақалым болса талдармын, сақал түгіл мұртта жоқ, Мұхтарды да алдармын. Сыздықыба бақыттан 7 миллион алғанмын, ол ақшамды жегем жоқ, 100 мектеппен қатырып, 100 аурухана салғанмын. 85-те жасым бар, қара жорға билеуден баяғыда қалғанмын. Өтірік айтты демеңдер, әр сөзімді аңдармын, ауылда жүрсем өтірік, сөйлей алмайтын аңғалмын. Астанаға келгелі осындай болып қалғанмын. Мен көсемін, өтірікті бөсемін, мәселесін халықтың уәде беріп шешемін. Бұл су айттық жұғы бет, бас білдіріп жүргенде, алдар көсенің есегін меңгеру үшін осыны. Ан жемедім неше жыл, су ішпедім неше күн, көлеңкемді қытықтап, күнде әзілдесемін. Көлеңкем маған деп айтты, жасым үлкен Жандарбек, құрдасымсың шешемнің. Осы менен тоқтайын, сөзін айтпай көшенің, әкімдер айтсын қалғанын, біздегісі осы елім. Ал өтіріктің орны жоқ қой, көрден артық, сондықтан оны көрге көмген артық. Айсты осы менен аяқтайық, кезекті басқаларға берген артық. Қиналсақ та айттыға өтірікті, шындықты алмау үшін ел жоғалтып. Біз қиналып сөйлеген, біз қиналған өтірікті күнде сөйлеп, қаншама төрелер жүр төрде балқып. Тәтті өтірік таңдайға татығанмен,
ең ашты ақиқатқа сенген артық. Өтіріктің балын жалап күн көргенше, шындықтың уын ішіп өлген артық. Ау баласы қасқайғырдың бөлтірікті, айтпаймыз өлтірсең де өтірікті. Қолына қос шекті гармонды алып, Жандарбекте орнына отырыпты. Ойланбай шаша салдың, әдегенде езуіңнен екі жау көпірікті. Төбе құйқам шымырлап бара жатыр, арияттың күйдіріп оты мықты. Сонша айтқанда бетің бір бүлкетпеді ау, байқаймын Жандарбектің беті мықты. Алмаңыздар ағайын ұлы секем, алдаспан ақиқаттың қылыш екен. 5 минутқа біз зорға шыдадық ау, шындықпен ашылатын тыныс екен. Енді мұндай сынаққа салмаңдаршы, бұл да бір шыдамайтын біріс екен. Қиын болса да соны айтып жүрейікші, өзіміздің ақиқат дұрыс екен.